Қазақша программирование. Біздің үйренетін тіліміз, бағдарламау тіліміз Python. Орыстар Python деп атайды. Бағдарламау тіліміз дегеніміз язык программирования. Бұл тіл дүниежүзіндегі ең кең тараған, кеңінен қолданылатын және үйренуге оңай, мықты тіл болып есептеледі. Дүниежүзіндегі ең әйгілі ірі компаниялар Facebook, YouTube, IBM, Uber, Amazon, Google, Instagram, біздің өзіміздің білетін mail.ru деген компаниялардың барлығы бұл тілді кеңінен қолданады. Яғни бұл бізге нені білдіреді? Егер біз осы Python деген тілді үйреніп алсақ, келешекте осы да және басқа да компанияларға жұмысқа тұруға мүмкіндігіміз болады. Менің атым Аслан Усаев, Чикаго қаласынан сіздерге осы сабағымды бастап отырмын. Бізде таңғы 5, мен Америка құрама штаттарында тұрсам да Қазақстанның уақытымен жүріп тұратын сияқтымын. Алматыда қазір түстен кейінгі 4 болып есептеледі. Менің досым, көрші қазақ бауырым, Чикаго қаласындағы. Менен программированияны үйренгісі келетін жайлы ниетін білдірген еді бір апта бұрын. Мен оған бүкіл ағылшынша сабақтарды жібердім, бірақ осы 1-2 күннен кейін кездескенде мен одан сұрадым, қалай болып отыр сабақтарың десем, ол айтады, мен ол сабақтардың басында шатасып тоқтап қалдым дейді. Себебі программаны компьютерға жүктеу, оны ашу, оған жазу жағынан басым шатасып кетті да, тастап кеттім деді. Мен сол қателікті қайталамау үшін онлайн веб-сайттарды іздеп, мына веб-сайтты таптым. Сол арқылы мен бұл веб-сайтқа сілтемені осы видеоның сипаттамасына жазып қоямын. Сол кезде сіз оны ашу арқылы бірден өзіміздің программированияны бірден бастап кете алатын боламыз. Бұл веб-сайт 3 бөліктен тұрады. Сол жағында файлдардың аттар тізімі, сол ортасында сол файлдарға жазатын программамыз болады. Мына үшіншісі бұл Python Shell деп аталады. Яғни біз ең бірінші осынан жазып бастаймыз ең негіздерін. Бұл жерден біз көре аламыз, бұл Python 3.7.4, яғни Python 3 деп жалпы атаймыз. Pythonның 3-ші нұсқасы, ең соңғы нұсқасы болып есептеледі. Жалпы бірден дәмін сезу үшін біз келесі командаларды жазайық. Оп-оңай 2 қосу 3, интерді басамыз 5, 4-тен аламыз 1-ді, 3 қосу 18, бұл тым қиын болар ма екен? Жоқ, 21. Мінекей біздің бірінші Pythonда жазған кодтарымыз құтты болсын. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.